Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін осындай керемет чебуреки пісірудің рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыз. Өте дәмді, әдемі болып пісіп шығатын чебуреки. Ол үшін мен ең алдымен қамырын илеп алам. Мен қайнап тұрған суға 3 ас қасық май қосып, 1 шай қасық тұз және ұнымды салып, қамырды илеп аламын. Қамыр тым қатты болып кетпесін, осындай жұмсақ болуға тиісті. Илеп алып, қойып қоямын жарты сағат демалдырып. Енді мендегі фарш кеше манты істегем, сол мантыдан қалып кеткен фарш қой. Содан чебуреки істей салайын дегем. Мен сол чебурекимді істеп жатырмын. Енді қамырды осылай екіге бөліп алып, сосын майда-майда бөліктерге бөлемін. Шамамен жаңағы 70 грамм, 80 грамм етіп бөліп алам. Сосын барлығын осылай зуала жасап, жайып жіберіп, чебурекимді дайындаймын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Негізі бұл чебурекидің құпиясы жаңағы қайнаған суға қамырды илеп жасағанда, қайнаған суға қамырды илеп, осылай чебуреки істесеңіз, чебурекиңіздің сырты түйіршік болып, көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады екен. Осылай менімен бірге жасап көріңіз міндетті түрде. Өте бір керемет, әдемі болып шығады. Осылай шет-шетін мақтап бекіткен дұрыс. Жаңағы майға салған кезде ішіндегі фарштары шығып кетпес үшін шетін жақсылап бекітіп қойған дұрыс. Мінекей дайындап алған чебурекимді қызып тұрған майға осылай қуырып ала саламын. Үстіне осылай қасықпен майды құйып жіберсеңіз, чебурекиңіз көтеріліп, бір керемет әдемі болып пісіп шығады. Видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мінекей осылай қуырып аламын. Мен чебуреким дайын болды. Қандай керемет, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркеліп қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Менің арнамнан алыстамаңыз. Менің каналымда күніге жаңа рецепттер шығатын болады. Сау болыңыз.